Баршаңызға сәлем. Сіздерге оңай, бар жоғы 3 ингредиенттен тұратын рулет дайындауды ұсынамын. Ең маңыздысы, қонақ келгенде тез дайын болады. Жұмыртқаларды ағы мен сарысын 2 ыдысқа бөліп аламыз. Жұмыртқаның ағын әппақ болғанша миксермен араластырамыз. Және де қант қосамыз. Сосын сарысын көпіргенше араластырамыз. Ұн қосамыз. Араластырып болғасын сарысына жаңағы ақты алып қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Листке пергамент төсесеңіз болады, немесе майлап ішіне құйсаңыз болады. Духовкада 180 градуста пісіріп аламыз. Піскесін аздап суытып алу керек. Креміне өзіңіз қалаған кремді қоссаңыз болады. Ал мен 20% қаймақпенен сгущенканы араластырып қостым. Суыған рулеттің арасына құйып, жағып шығамыз. Орап сыртын өзіңіз қалағандай фантазияңызбен безендірсеңіз болады.